Сәлем миньондарым, бүгін бізде 5-ші сабақ гипотензивті дәрілер туралы айтамыз. Жалпы гипотензивті дәрілер дегеніміз қарапайым тілде давленияны түсіретін дәрілер. Үлкен адамдар көбінесе давлениемен ауырады ғой. Айтады ғой, давлениям бар, соны емдейтін дәрілерді бүгін қозғаймын. Дәптерге нақтылап жаздым, дәптерді видеоға түсірем. Осы видеоны толықтай қараңыздар, өйткені көптеген туыстарыңыз бар, давлениясы бар. Болашақта сіздер де сол давленияны емдеуде осы препараттарды қолданасыздар. Мен бүгін дәрілерді екі категорияға бөлем: современный, кәдімгі қолданылатын, одан кейін не современный, қолданыстан тыс, но білу керек дәрілер. Кеттік, көреміз. Студенттер, тақта болмағанда ренжімеңіздер. Тақтаға қарағанда дәптерді қолданып көрейін дедім. Гипотензивті дәрілер, жазыңыздар, гипотензивті дәрілер. Қарапайым тілде 130 бен 80 сынап бағасында давленияның жоғарылауын айтамыз. Яғни систол 130, диастол 80. Осы давление жоғары кезде біз гипотензивті дәрілерді береміз. Ең бірінші, гипотензивті дәрілер қалай әсер етеді, қай жерге әсер етеді, соны шешейік. Мына жерде мен қан тамырын салып қойдым. Мынау типа қан тамыр, іші сосуд, қан тамырдың стенкалары. Естеріңде болсын, мына қан тамыр ғой, мысалы мынау. Оның былай сыртында бұлшық ет орналасады. Гладко мышечный бұлшық ет деп айтады. Оны регуляциясын жасайды, оны бізде реттеп отырады қызметін. Ол нерв жүйесі. Оған нерв жүйесін жатқызамыз. Нерв жүйесінде осы қан тамырдың бұлшық етіне әсер ететін вазомоторлы орталық болады. Ол симпатикалық жүйке жүйесі арқылы реттеліп отырады. Яғни симпатикалық жүйке жүйесі норадреналинді бөледі. Мен қазір просто айтып жатырмын, жалпы қан тамырды кім реттеп отырады осы жерде бұлшық етті. Студенттер, мына жерде қан тамырдың тонусына әсер ету арқылы давление болады. Қандай кезде давление жоғарылайды? Егер мына қан тамырдың сыртындағы бұлшық еттер мына қан тамырды қысса, осылай қысады ғой, осылай қысса, онда мына сужение болып қалады, қан тамыр қысылып қалады, сол кезде давление жоғарылайды. Давление жоғарылайды деп қойын. Қандай кезде давление жоғарылайды? Оған не әкеледі? Ең бірінші, нерв жүйесінен қандай да бір стресс болса, немесе эндокринді гормондардың әсерінен болуы мүмкін. Сондықтан енді біз гипотензивті дәрілерді бөлеміз. Патогенетикалық әсеріне байланысты. Нерв жүйесіне әсер ете аламыз. Сөйтіп симпатикалық жүйке жүйесін төмендетеміз, норадреналиннің бөлінуін. Оны нейротропты дәрілер деп айтамыз. Жазыңыздар. Бірінші нейротропты дәрілер. Екінші миотропты дәрілер. Ол миотропты дәрілер. Тоже жазып алыңыздар. Үшінші рас жүйесі. Төртінші ангиотензинге әсер ететін дәрілер деп жазып алыңыздар. Қазір түсіндірем. Бесіншісі су тұз алмасуына әсер ететін дәрілер. Опа, бесеу міне. Тағы бір рет. Нейротропты, миотропты, рас, ангиотензин и су тұз алмасу әсер ететін дәрілер. Осы препараттар қазіргі таңда давленияны емдеуде қолданылады. Қайсысы современный, қайсысы несовременный, қазір оны айтамыз. Ең бірінші бастайық, студенттер. Ең бірінші нейротропты әсер ететін дәрілер. Нейротропты әсер ететін дәрілерге клонидин жатады. Клонидин, немесе клоферин деп айтады, немесе тағы бір түрі бар, моксонидин. Бұл айтқанда динге аяқталады, нединге. Бұны көбінесе үлкен әжелер сатып алады, потому что бұл қол жетімді. Бірақ бұл практикада қолданылмайды, студенттер, потому что бұның побочкасы көп. Қалай әсер етеді? Әжелер сатып алады, өйткені бұл арзан, и бірден әсер етеді, қысқа әсер етеді. Ол мына мидың ішіндегі қан тамыр жүйесін реттейтін центр бар, студенттер, соған әсер етеді, соны тежеп тастайды. Сол кезде қан тамыр кеңейеді, давление төмендейді. Бірақ бұл қысқа әсерлі, студенттер, қысқа әсерлі. Сондықтан бұны практикада қолданбаймыз. Міне практика деп қойдым, минус қойып қойдым. Жалпы біліп отырыңыздар, егер қандай да пациентіңіз клонидин қабылдаған дұрыс па деп сұраса, немесе ағайын туысыңыз жоқ деп айтыңыз, клонидин арзан тұрғанымен бұның побочкасы көп. Кеттік. Ганглиоблокаторлар, естіген шығарсыздар, оған пентамин жатады. Бұл ганглиоблокаторлардың әсер етуі қалай? Былай ғой. Адамда жолын орналасқан ғой, міне жолын деп жазып қойдым. Ол жолынан симпатикалық жүйке жүйесі шығады, міне. Бұл ганглий деп айтады, студенттер, ганглий. Сол жерде
N холино рецептор орналасқан, адрено емес, холино. Қайтадан, жұлыннан ганглий шығады, ол жерде N холино рецептор орналасқан. Сол N холино рецепторды тежейміз, оны N холино блокатор деп айтамыз. Оған пентамин жатады, студенттер. Пентамин жатады, и ол N холино блокатор, N холино рецепторды тежеген кезде, мана блокатор арқылы, яғни мына жерде N холино рецептор орналасқан деп ойлаңыздар, оны N холино блокатор тежеп тастайды. Ондай дәріге жатады пентамин тежеп тастағаннан кейін қан тамыры кеңейеді, тоже давление төмендейді. Бірақ студенттер, бұны тек қана гипертониялық кризде қолданамыз. Бұл қысқа әсерлі, тоже побочкасы көп. Сондықтан пентаминді практикада қолданбаймыз. Міне мен жасап қойдым. Келесі. Симпатолитиктер деген тоже қолданылады. Оған резерпин жатады, рафозан жатады. Бұлар өсімдік құрылымы, өсімдік растениеден жасалады. Сондықтан бұлар ұзақ әсерлі. И практикада тоже қолданылмайды. Резерпин қалай әсер етеді десеңіздер, ол былай. Манағы жұлыннан шықты ғой ганглий. Ганглий шығады, ганглийден кейін бізде қан тамырға баратын тоже нерв болады. Аксоны болады. Сол аксоннан студенттер норадреналин шығады. Мана айтып кеткендей ғой, норадреналин. Сол симпатолитик, резерпин норадреналин бөлінуін тежеп тастайды. Яғни резерпин норадреналиннің везикулада бөлінуін, яғни оның мөлшерін тежеп тастайды. Сөйтіп қан тамырға норадреналин әсер етпеген соң қан тамырдың тонусы тарылмайды. Резерпин тоже давление қолданылады, бірақ практикада қазіргі таңда көп қолданылмайды. Келесі. Енді келе жатыр студенттер современный кәдімгі қолданылатын препараттарға. Оған прозазин жатады. Зазинге бітеді. Зазин, доксазазин. Оны селективті адрено-блокаторлар деп айтамыз, студенттер. Жазып алыңыздар. Дәптеріңе жазып қой. Современный қолданылатын дәріге селективті адрено-блокатор жатады. Практикада қолданылады. Оған жатады прозазин, доксазазин. Қазіргі таңда көптеген медик блогерлер просто айтып кетеді. Мынау жатады деп. Нақты айту керек, қайсысы қолданылады. Прозазин, доксазазин қолданылады. Оның әсер етуі, ол мына қан тамырдағы студенттер альфа-1 адренорецепторды тежеп тастайды, сөйтіп қан тамыр тарылмайды, сөйтіп давление төмендейді. Осындай қарапайым әсер. Адрено-блокатор деп айтып тұр ғой, блокатор блоктап тастайды. Мына альфа-адренорецепторды блоктап тастайды. Естеріңізде болсын, қан тамырда 2 альфа рецептор бар. Біріншісі альфа-1, екіншісі альфа-2. Альфа-1 белсенсе, студенттер, онда қан тамыр тежеледі, яғни тарылады. Егер альфа-2 белсенсе, онда қан тамыр кеңейеді. Енді біз альфа-1-ді блоктап тастап отырық, сондықтан қан тамыр тарылмайды. Келесі. Рас жүйесіне әсер ететін дәрілер. Студенттер, рас жүйесін мен өткен тақырыпта түсіндіріп кеттім. Ол видеоны қайтадан қарап шығыңыздар, түсінбеген болсаңыздар. Тоже рас жүйесіне әсер ететін дәрілер современныйге жатады. Оған жатады қандай дәрілер? Ең бірінші, студенттер, оны 3-ке бөлеміз. Ренинді тежейтін дәрілер, ингибитор АПФ, екінші топ, үшінші топ, ангиотензин рецепторын тежейтін дәрілер. Кешірім сұрайын. Қайтадан, рас жүйесін тежейтін дәрілер тоже современный. Ол 3 топқа бөлінеді. Ренинді тежейтіндер, ингибитор АПФ-тар, үшіншісі ангиотензиннің рецепторын тежейтіндер. Келесі. Оған қандай препараттар жатады? Ең біріншіден, студенттер, мына препаратты айтқым келіп отыр. Ол мына ингибитор АПФ, ол прилдерге аяқталады. Каптоприл, энолаприл, лизинаприл. Студенттер, каптоприл скорыйда көп қолданылады, потому что қысқа әсер етеді, тез әсер етеді, гипертониялық кризде, инфарктта қолданамыз. Ал мына өмірде, егер бір үлкен адамның давлениесі болса, онда оған анаприлді жазып берген дұрыс, потому что ол ұзақ әсер етеді, и оның побочкасы аз, побочкасы только сухой кашель етеді. Келесі, мына жерде тағы бір нәрсе бар, сөйтіп айтып кетейін. Ол мына кальций каналының блокаторлары. Верапамилда естеріңізде болсын, аритмияда көбінесе қолданамыз, ал нифедипинді осы давленияны емдеуде қолданамыз.
бірақ нифедипиннен де жақсырақ дәрі бар, оны амлодипин деп айтамыз. Ол ұзақ әсер етеді, өйткені амлодипин ұзақ әсер етеді, и оны практикада қолдана аламыз. Так, мына препаратты жазып алыңыздаршы. Амлодипин и нибивалол. Кеттік. Мына жерін жаздым. Ингибитор АПФ-ті түсіндірдім. Кальций блокаторын түсіндірдім. Оның қалай әсер ететінін сіздер білесіздер деп ойлаймын. Потому что ингибитор АПФ ол мына ангитензин 1-дің ангитензин 2-ге алмасуын тежеп тастайды, студенттер. Оны мен өткен тақырыпта түсіндірдім. Кальций блокаторлар тоже кальцийдің енуін тежеп тастайды, мына бұлшықеттердің ішіне. Ал мына атенолол, небилалол, лалолға аяқталатындар, бұлар бета-адрена блокаторлар, студенттер. Бета-адрена блокаторлар. Нибивалол ол практикада қолданамыз, потому что нибивалол кардиоселективті әсер көрсетеді, яғни жүректің жұмысын тежейді, одан кейін қан тамырды кеңейтеді. Жапон ба? Студенттер, егер тез айтып жатсам, асықпай тоқтап қарай беріңіздер. Келесі студенттер өте маңызды, ол 5-ші топ, ол манаға су тұз алмасуына әсер етеді. Оның басты мақсаты организмнен натрийді шығарып тастау. Оған жататын ең маңызды практикада қолданылатын дәрі ол тиазид тәрізді диуретиктер. Мен өткенде диуретик тақырыбын қайтадан қарап шығыңыздар. Тиазид тәрізді препараттарға не жататын тағы бір айтып кетейін. Оған эндопамид, дихлотиазид, одан кейін гидрохлоротиазид, яғни тиазидке аяқталады бұлар. Бұлар организмнен натрий шығарып тастайды. Натрий шыққаннан кейін білесіздер, бұл тұз, су тоже кетеді, сөйтіп давление төмендейді. Студенттер, осы препараттарды жазып алыңыздар, жаттап алыңыздар, дозаларын жіберем. Бұлар өте маңызды препараттар, современный, ал бұл жағы көбінесе не современный. Осылай көп медик блогерлер түсіндіріп айтпайды. Ал егер бұны сіздер білсеңіздер, өздеріңізге өмірде қолдануға пайдалы. Рахмет.